Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып білім алушылары? Бүгінгі өтетін сабағымыз 74-ші сабақ. Тақырыбы қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер. Бұл тақырыптан біз қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық тәсілмен шығаруды үйренеміз. Балалар, бірінші есепке назар аударамыз. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақ КСР Ғылым Академиясының тұңғыш президенті, ұлы ғалым, қоғам қайраткері. Өрнектің мәнін тауып, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы аудан қай облыста екендігін табуымыз керек. Бізге екі облыс берілген: Павлодар облысы және Қостанай облысы. Әр облысқа сай екі өрнек берілген. Осы қай өрнектің мәні 10 миллионға тең болады. Сол облыста Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы аудан бар екендігін анықтайтын боламыз. Өрнектің мәнін есептей келгенде, есептің жауабы Павлодар облысы. Оқушылар, бірінші тапсырманы түсініп орындап болсақ, келесі бізде екінші А тапсырмасына мән беріп қарайық. Геологтар бір станциядан екі бағытқа жолға шықты. Бірінші топ жеңіл машинемен, екінші топ жүк машинемен жүрді. Сызбаны қара, одан қандай ақпараттарды білуге болады? Есепті шығар. Оқушылар, екінші А есепті және басқа да есептерді шығару үшін осы ережені мұқият есімізде сақтап алайық. Бір-біріне қарама-қарсы екі бағытқа қозғалған кезде қашықтау жылдамдығы жылдамдықтардың қосындысына тең болады. В1 қосу В2 тең болады В қашықтау жылдамдығына. Есептің берілгені бойынша жеңіл машинаның жылдамдығы 60 км/сағат, жүк машинаның жылдамдығы 40 км/сағат. Сол екі жылдамдықты қосқанда, яғни 60 қосу 40 тең болады 100 км/сағат. Автокөліктердің бір-бірінен қашықтау жылдамдығы. Неше сағаттан кейін автокөліктердің ара қашықтығы 300 км-ге тең болатындығын білу үшін, осы ара қашықтықты қашықтау жылдамдығына бөлуіміз керек. Т уақыт, С ара қашықтық, В қашықтау жылдамдығы. 300 бөлу 100 тең болады 3 сағат. Бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қозғалған нысандардың ара қашықтығы қанша болатынын білу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейту қажет. С тең В қашықтау жылдамдығы, оны көбейтеміз Т, яғни уақытқа. 100 көбейту 3 тең болады 300 км. Оқушылар, ережені түсініп болсақ, келесі екінші Ә есебіне көшейік. Сұраққа жауап бер. Әр сағат сайын машинелердің ара қашықтығы қанша километрге артады? Екінші А есебінде бізге екі жылдамдық берілген, және де ара қашықтық берілген бізге. Осы есепті шығару үшін алдыңғы, яғни түсіндірілген ережені қолданамыз. Оқушылар, ереже бойынша біз алдымен қашықтау жылдамдығын табуымыз керек. Ол үшін В1 қосу В2 тең болады В қашықтау жылдамдығы. 60 қосу 40 тең болады 100 км/сағат. Уақыт, яғни Т тең болады ара қашықтық С бөлу В қашықтау жылдамдығына. Т тең 300 бөлу 100 тең болады 3 сағат. Оқушылар, ережені есімізге түсіріп көрейік. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Енді, балалар, бізден әр сағат сайын машинелердің ара қашықтығы қанша километрге екенін сұрап отыр. Есептің жауабын табу үшін қашықтау жылдамдығын әр сағатқа көбейтіп отырамыз. Яғни, бір сағатта екі машинаның ара қашықтығы 100 км-ге тең болады екен. Есептің жауабы әр сағат сайын машиналардың ара қашықтығы 100 км-ге артады. Ендеше келесі есепке көшейік. Кестені екінші А есеп бойынша толтыр. Алдыңғы есепті түсінгеніміз бойынша бір сағатта ара қашықтық 100 км/сағатқа артады. Ендеше кестені екінші А есеп бойынша толтырамыз. Бір сағатта 100 км, сәйкесінше 2 сағатта 200 км,
3 сағатта 300 километр, 4 сағатта 400 километр. Енді неше сағаттан кейін мәшинелердің арақашықтығы 300 километрге тең болады. Балалар, ендеше бұл есепті өзіміз ойланып тауып көрейік. Үшінші тапсырмада өрнектердің мәнін табамыз. Енді бірінші өрнекке назар аударамыз. 758.920 санынан 17.728 саны мен 4.319 санының қосындысын азайтамыз. Бұл жақшалы өрнек, яғни жақшалы өрнекте жақшаның ішіндегі амал бірінші орындалады. 17.728 бен 4.319 сандарын қосып аламыз. Қосындысы 22.047-ге тең. Осы 22.047-ні 758.920 санынан азайтамыз. Айырманың мәні 736.873-ге тең. Демек, бұл өрнектің мәні 736.873. Қалған өрнектердің мәнін өзіміз тауып көрейік, балалар. Ендеше балалар, төртінші есепке көшейік. Есепті оқы. Есепті шығарудың неше тәсілі бар? Оны шығару тәсілдерін түсіндір. Вокзалдан бір уақытта екі жолаушылар пойызы бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. Біріншісі 60 км сағат, ал екіншісі 70 км сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін пойыздардың арасы қандай болады? Көріп тұрғанымыздай есепті шығарудың екі тәсілін берген. Бірінші тәсілде әр жылдамдықты жеке-жеке уақытқа көбейткен. Содан соң шыққан арақашықтықты қосып есептің жауабын тапқан. Екінші тәсілде бірінші қашықтау жылдамдығын тапқан, содан соң оны уақытқа көбейткен. Осы екі тәсілдің біреуін таңдай отырып, келесі бесінші есепті өзіміз шығарамыз. Есепті шығар. Автобекеттен бір уақытта екі жолаушылар автобусы бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. Біріншісі 66 км сағат, екіншісі 59 км сағат жылдамдықпен жүрді. 6 сағаттан кейін автобустардың арасы қандай болды? Оқушылар, кәнеке өзіміз алдыңғы, яғни төртінші есептегі екі тәсілді қолдана отырып есепті өзіміз шығарамыз. Келесі есеп: сызбаға қара, сұрақтарға жауап бер. Автокөліктердің қашықтау жылдамдығы қандай? Автокөліктердің арасы неше сағаттан кейін 320 км болады? Бізге, балалар, екі автокөліктің жылдамдығы берілген. Қашықтау жылдамдығын табу үшін екі автокөліктің жылдамдығын бір-біріне қосамыз. Қашықтау жылдамдығы тең болады 70 қосу 90 тең 160 км сағат. Екінші сұрақта автокөліктердің арасы неше сағаттан кейін 320 км болатынын табуымыз керек. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни Т тең 320 км бөлу 160 км сағат тең болады 2 сағатқа. Есептің жауабы: автокөліктердің қашықтау жылдамдығы 160 км сағатқа тең. Автокөліктердің арасы 2 сағаттан кейін 320 км-ге тең болады. Жетінші есеп: есептің шартына сұрақ қойып, оны шығар. Екі велосипедші бір-біріне қарама-қарсы кездесу бағытында жолға шықты. Біріншісі 25 км сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 17 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Бастапқыда екеуінің арасы 84 км болды. Ендеше балалар, есептің шартына сұрақ қояйық. Біздің сұрағымыз: екі велосипедші бір-бірімен қанша уақыттан кейін кездеседі? Осы есепті оқушылар өзіміз ереже бойынша шығарып орындап көрейік. Сегізінші есеп: ойлан және жауап бер. Бір қатарда 3 адам шыншыл, өтірікші және қуытыр. Шыншыл әрқашан тек шындықты айтады. Өтірікші әрқашан тек өтірік айтады.
Ал қу өтірікті де, шындықты да айтуы мүмкін. Біріншіден, сенің қасыңда кім тұр деп сұрайды. Ол шыншыл деп жауап береді. Екіншіден, сен кімсің деп сұрағанда, ол қумын деп жауап береді. Үшіншісіне, мынадай сұрақ қояды. Сенің қасыңда кім тұр? Ол өтірікші тұр деп жауап береді. Ендеше балалар, ортасында кім тұрғанын тауып көрейік. Бұл есеп логикалық есеп болғаннан кейін, балалар ойланып жауап береміз. Ең алдымен шыншылдың қай жерде тұрғанын тауып алуымыз керек. Біріншісінен сұрағанда, сенің қасыңда кім тұр дегенде шыншыл деп жауап берді. Яғни бірінші тұрған адам шыншыл емес. Екіншісінен сен кімсің деп сұрағанда, қумын деп жауап берді. Яғни екінші тұрған адамда шыншыл емес. Үшіншіден сұрағанда, сенің қасыңда кім тұр дегенде, ол өтірікші тұр деп жауап берді. Яғни оқушылар, үшінші тұрған адам шыншыл болды. Шыншылдың қасында екінші болып тұрған адам, ол өтірікші. Себебі шыншыл тек шынын айтады. Ал енді бірінші тұрған адам бізде қу болады екен. Есептің жауабы ортасында өтірікші тұр. Білім алушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, кері байланыс жасаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.